Арыс қаласындағы Арыс жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінде бастауыш сыныпта оқыту сапасын арттыруға бағытталған Lesson Study бастауыш сыныпта оқыту сапасын арттырудың тиімді тәсілі тақырыбында қалалық семинар өтті. Семинарға бастауыш сыныптардың пән бірлестік жетекшілері мен бастауыш сынып мұғалімдері қатысты. Семинардың негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып Lesson Study әдісінің тиімді жолдарын көрсету, оны сабақ барысында қолданудың практикалық тәсілдерін үйрету және мұғалімдердің кәсіби тәжірибесін жетілдіру болды. Іс-шараның ашылу рәсімінде Арыс қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің әдістемелік кабинет меңгерушісі Гаухар Елтайқызы сөз сөйлеп, семинардың маңыздылығына тоқталды. Енді өздеріңіз қарап отырсаңыздар, қазір сабаққа зерттеу сабағы, зерттеу сабағына қатыстыңыздар. Одан кейінгі жұмыс қандай болды? Мына фокус топ. Сол талдау. Соның жұмысын талдап көрдіңіздер, қалай талдап жатқанын көрдіңіздер. Енді қазір өздеріңіз талдайсыздар соны істер. Өздеріңізге қалай осы әдіс тәсіл, осы жоба өздеріңіз ертең барасыздар ғой, осы семинардан кейін өздеріңізге барасыздар, өздеріңіз осын қолға аласыздар, осын енгізесіздер. Бұл ең бастысы Lesson Study біз шатастырмауымыз керек. Бұл жерде мұғалімге баға берілмейді. Бұл жерде оқу мен оқыту сапасын жақсарту мақсаты. Ең бастысы бұл жобаның мақсаты. Сондықтан қазір сіздер қазір талдап жатсыздар ғой сабақта. Бұл сабаққа сіздер уже қанша рет қатыстыңыздар? Мысалы, 5-ші рет. Каждый раз 5-ші рет қатысқан сайын сол жерде сіздер талқыланып, бірлесе отырып, сол сабақтың жақсартуын жолын қарастырып бағыттаңыз, дұрыс па? Сөйтіп жатыңыздар. Қазір мен ұсыныс айттым деп жатқан себебім, бүгінгі сабақтан қандай кем-кетік нелер болды, упущение болды мысалы. Қандай іздек болды, қандай және жақсы көрсеткіш болды. Соған қарай сіздер қазір жоспарлауыңыз керек еді сабақта. Семинардың тәжірибелік кезеңінде бастауыш сынып мұғалімдері ашық сабақтар өткізді. Атап айтқанда 3-ші А сыныбында математика пәнінен есептеу қорытындылау тақырыбында Айжан Ізбасарова, 3-ші Ә сыныбында қазақ тілінен негізгі және туынды зат есім тақырыбында Назифа Қуатбаева, 4-ші Ә сыныбында барыс септігі тақырыбында Маржан Ағаділова сабақ жүргізді. Ал енді осыны жүргізу үшін мектепте біз қандай кезеңдерден бастау керекпіз? Осыған мұқият болайық. Бірінші, жаңа айтқан зерттеу тобын құрамыз. Екінші, оқу мәселесін анықтаймыз. Біз не үшін топты құрдық, не жұмыс істейін деп жатырмыз? Біздің проблемамыз неде? Оған біз қалай нәтижеге жетеміз, қандай әдісті аламыз, қандай сұрақтар қоямыз, осы жерге барлық не осы жерге келеді. Одан кейінгі зерттеу сұрағын қоямыз. Зерттеу сұрағы не? Нені зерттейін деп отырмыз? Одан кейін сабақты бірлесе жоспарлау, жаңағы айтып отырмын. Сонымен қатар семинар аясында шебер сыныптар ұйымдастырылды. Онда Lesson Study циклын бастауыш сыныпта жоспарлау және жүргізу, жасанды интеллектіні білім беру үдерісінде қолдану, сондай-ақ бастауыш мектептегі STEAM оқытудың тиімді тәжірибелері кеңінен көрсетілді. Бүгін Арыс жалпы білім беретін мектебінде Lesson Study бастауыш сыныпта оқыту сапасын арттыру тиімді тәсіл тақырыбында аудандық семинар өтіліп жатыр. Мектебімізде қазіргі таңда 790 оқушы білім алуда, 84 мұғалім қызмет жасауда. Lesson Study, яғни сабақты зерттеу мектебімізде 20 жылдан бастап жүзеге асыруда. Сабақты зерттеу, яғни Lesson Study бұл педагогикалық тәжірибені жетілдіруге арналған маңызды құрал. Сабақты зерттеудің басты мақсаты оқушылардың оқу жетістіктерін арттыру, сонымен бірге сабақты зерттеу мұғалімдердің кәсіби дамуын ықпал етеді. Сабақты зерттеу оқу процесінің тиімділігін арттырады. Зерттеу барысында мұғалімдер оқу мазмұнын, әдістерін бағалайды, оқушылардың ынтасы, мотивация және беделін арттырады. Семинар соңында қатысушылар кері байланыс орнатып, өзара тәжірибе алмасты. Ұйымдастырушылар Lesson Study әдісінің оқыту сапасын арттырудағы тиімді құрал екенін атап өтіп, мұндай тәжірибелік семинарлардың педагогтердің кәсіби дамуына үлкен серпін беретінін жеткізді. Бүгін біз Арыс қаласындағы Арыс жалпы білім беретін мектебіне Lesson Study бастауыш сыныпта оқыту сапасын арттырудың тиімді тәсілі тақырыбындағы тәжірибелік семинарға келіп отырмыз. Семинардың барысында қатыса отырып, зерттеп жүрген бастауыш сынып мұғалімдерінің зерттеу сабақтарына қатыстық. Сабақтан кейінгі қорытындылау, талдау жұмыстарының үлгілеріне өзіміздің тәжірибемізге алып отырмыз.
Арыс жалпы білім беретін мектебінің осындай зерттеу жұмыстарымен айналысып, оқушылардың білім сапасын арттырудағы тиімді тәсілдерді қолданып жатқан көріп, біршама куәсі болып қуанып отырмыз, және өзімізге біршама тәжірибемізге қажетті ақпараттарды, тың құнды ақпараттарды алып отырмыз. Енді осы жердегі басшылық мектептің әкімшілігіне, бастауыш сынып мұғалімдеріне, өзінің тәжірибелеріне рефлексия жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, түрлі жан-жақты ізденіп, білім сапасын арттырудағы өздерінің еңбектерін жоққа шығаруға болмайды, керемет жұмыстарын, үлгілерін біз көріп отырмыз. Ұжымға жалпы көп рахмет. Аталған семинар бастауыш сыныпта оқыту үдерісін жеңіл, түсінікті әрі нәтижелі ұйымдастыруға бағытталған маңызды алаңға айналды. Жұмайым Абызбай, Бақдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.